Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін 15-те 15 осындай үйдің планын көрсеткім келіп тұр. Бұл жерде бізде 4 спальня қарастырылған. Бір спальняды отдельно осылай басқа зонада тұрсыншы деп қалады тапсырыс берген жігіт. Енді бізде бұл сыртқы жақтан кірген кезде прихожийіміз 2,70-те 2,30. Прихожийдан кіргеннен кейін кішігірім коридор. Сол коридордан санузелге кіреміз. Санузеліміз 2,70-те 1,75. Мен 1,75 қып қалдыратын себебім ванныйдың размерімен қалдырам. Егер ванный болатын болса, тура размерімен келсін деп. Одан бізде кухня 4,30-да 5 метр. Кухнядан шыққаннан кейін холл. Холлымыз 6,40-да 4 метр. Мына жақта ТВ зона қалады. Диван емін-еркін сияды мына жаққа. Одан кейін залға кіреміз. Залымыз 7,80-де 4 метр. Сосын мына бұрыштағы спальняде 3,5-да 4,30 өзінің санузелі бар. Санузел болғанда душ 1,70-де 1,35. Сосын өзінің гардеробы бар. 2,5-да 1,35. Одан кейін бізде тағы да холлдан ары қарай коридор. Коридордан жаңағы 3 спальняге кіретін есіктер. Бұл балаларға арналған спальня 4 метрде 4,40. Бұл жерде гардероб нелер қарастырылмаған. Душ. Қалған 2 спальняде өзінің душы, гардеробы қарастырылған. Гардеробтың бір жақсы, ішіне көп киім сияды. Бізде гардеробтың размері 1,5-да 1,80, душтың размері 1,20-да 1,80. Топка 1,80-де 2,10, оған біз даладан отдельно кіреді. Екінші спальняның да тура сондай душы 1,40-да 1,30, гардероб 1,70-де 1,30. Бұл жерде несуший стенамыз ортадағы осы 2 ұзын стена. Сыртқы стенасын 30 см деп есептеп алдым. Өйткені газоблоктан салады. Енді қызыл кірпіштен болатын болса 40 см қалдыру керек. 1,5 кірпіш болса, енді оны өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай өзгертіп аласыздар. Сосын холлға витраж қоямын деді. Терезені тоже өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай өзгертіп аласыздар. Тағы осы план бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мен барлығын комментарийге жазыңыздар, мен жауап берем. Өздеріңізге басқа да қандай үйдің планы керек, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен соны келесі видеоларда салатын болам, Алла бұйыртса. Пайдаларыңызға жараса, осы план өте қуаныштымын.